туғаннан басқа не жұмыс істейсіз мысалға? Туғанның өзі жұмыс. Жұмыс керек бізге ол нәрсе. Керек оның барлығы. Стоп! Негізі бар ғой, мектепті оқушының бүкіл сумкасын біз алып береміз. Мектептегі жаңағы кітап дәптерін біз алып береміз. Сондағы жаңағы анау сөмкелерінен бөлек парталарын біз алып береміз. Сонда біз не алып береміз сонда? Біз бәріне. Сен жұмысыңа барсаң, не істеп тұрсың бұл жерде? Иә, кешіріңіздер мен жоқ. Кешіріңіздер. Совхоз ғой біздегі. Бір тірлікпен келген еді. Ол совхозын қойыңызшы. Шешеңізші проблемасы. Шешеміз ашылады. Айтсаңдаршы, келіп отырмыз. Ата-ана шешеміз деп жібересіздер қашан қарасаңдар. Қойсаңыздаршы. Не деген шум, сәл сабыр сақтайық. Сұрақтарыңызды біртіндеп қойыңыздар. Жаңа ғана айттық қой. Сіз өте бір міне ғой, міне көрегенді, мәдениетті, қандай адам сөйлесуге приятно мінекей. Енді мені бір осы мектепте, сіздердің мектептеріңізде менің де немерем оқиды. Сіз не мәселемен келдіңіз? Бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті дейді, немере қатты тәтті болады. Тәтті. Сол немеремнің атына мына жерде сіздерге қанша спискі жазып жіберіпсіздер, соның бәрін қайтын, ол ата-аналар қалай ақша жеткізеді, қаншама спискі жазып жібергенсіздер. Мен қазір оқып берейін, сабыр сақтаңыздар мені. Күнде келеді бізге ондай список оқыңыз. Мына жерде